Сәлем достар, бүгін мен сіздерге картоп пен укроп қосылып жасалатын ерекше пирожкилердің рецебімен бөлісетін боламын. Бұл пирожкидің ерекшелігі сонда, біз картопты пирожкиміздің қамырын илегенде соған бірге қосып илейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен картопымызға тұз салып пісіруге қойып қоямыз. Және суымыз қайнағанда бетіндегі көбіктерді алуды ұмытпаңыз. Картопымыз пісіп шыққаннан кейін судан бөлек алып, осылай блендермен ұсатып аламыз, яғни езіп, блендер болмаса арнайы картопты езетін құралмен де езсеңіздер болады. Кішкене картопымыз суығаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды, тұзымызды және жаңағы картоп қайнатқан жылы суымыздан бір стакан қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Жылы болу керек бізде, суда, картопта қатты суып қалмау керек. Енді осының үстіне бір шай қасық ашытқымызды саламыз және жақсылап араластырып аламыз. Ыстық емес, салқын емес, жылы болу керек. Суымызда, картопымызда. Үстіне укроп қостым. Мен сіздер көк жуа қоссаңыздар болады. Не болмаса ештеңеде қоспай жасасаңыздар да болады. Міне, барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді ұнды барлығын бір келкі қосып жібермеңіздер, бөліп қосасыздар және алдын ала ұнды електен өткізіп алыңыздар. Мен екінші бөлігін қостым, ұнның жақсылап араластырып алып, қазір жан-жағына май құйып шығам, сонда қамырларыңыз көтерілгенде жан-жағына жабыспай әдемі болып көтеріледі. Міне, жауып қоямыз 40 минутқа. 40 минут менің қамырым жылы жерде тұрды. Осындай әдемі болып көтерілді 40 минуттың ішінде. Қазір енді қамырымызды жақсылап иін қандырып тұрып басып шығамыз. Қамыр сондай өте жұмсақ болады. Қамырымызға артық ұн қосып керек жоқ. Өйткені пирожкилеріңіз көп ұн қоссаңыздар қатты, арасы тығыз болып піседі. Міне дайын қамырды астын кішкене майлап алып, қамырымызды түсіреміз. Дәл видеодағындай етіп, ұзынша қамырды ортасынан бөліп, енді әр ұзын бөлікті 8 бөлікке бөлеміз. Мен көз мөлшерімен осылай бөліп шықтым. Сонда менде қазір 16 пирожки шығатын болады. Енді қолдарыңызбен дәл видеодағындай осылай домалатып қойып аласыздар пирожкилеріңізді. Қамыр әдемі болып көтеріледі. Арасында картопты қосып жібергендеріңіз білінбейді де. Міне дайындап алдық, осылай домалатып, енді бетін жауып қоямыз. 15-20 минут тұрғанда әдемі болып көтеріліп шығады. Қызып тұрған майда рет-ретімен осылай салып, екі жағы қызарғанша қуырып, яғни пісіріп алатын боламыз. Қазір әдемі болып көтеріледі. Бір жағын 1-2 минут, екінші жағын 1-2 минут, 3-4 минуттай пісіріп аласыздар. Оттарыңыздың астын қатты қыздырып қоймаңыздар, өйткені кішкене көтерілу керек пирожкилеріңіз. Осымен біздің ерекше пирожкилеріміз дайын болды. Ерекшелігі сонда, бұл жерде біздің қосатын қоспамыз, яғни картопымыз пирожкидің құрамында, яғни нанның құрамында бірге пісіп шығады. Өте дәмі ерекше, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецебім ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз.